Қайырлы күн, құрметті ұстаздар мен қадірменді ата-аналар. Добрый день, уважаемые учителя и родители. Good day, dear teachers, students, guests and parents. Жаңа оқу жылында қадам басарда өткен оқу жылында болған оқиғаларға да шолып жасап өткеніміз абзал. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығы алғашқы оқу жылының тақырыптарына сай келіп отыр. 1 сентября – это первый звонок и волнение, море цветов и улыбок. Это самый долгожданный праздник для ребят, которые впервые переступят школьный порог. Для тех, кто в этом году закончит школу, и для тех, кто сделает очередной шаг по длинной, но такой интересной, полной открытий школьной дороги. The 1st of September is the first bells and excitement, a sea of flowers and smiles. This is the most long-awaited holiday for children who will cross the school threshold for the first time, for those who will graduate from school this year, and for those who take another step along the long but so interesting, full of discoveries, school road. Байлығымыз, ертеңіміз балалар, балалар мен бақытымыз саналар, еліміздің ертеңінде қалайтын дәл осындай ақылдылар, даналар. Биылғы 2022 барыс жылы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев балалар жылы деп жариялады. Балаларға ерекше назар аудару керек. Себебі олардың амандығы мемлекетіміздің жарқын болашағының сенімді кепілі деп үлкен сенім артты. Биылғы балалар жылымен қатар келген 1 қыркүйек білім күні мерекесіне арналған алғашқы қоңырау атты салтанатты жиынына қош келдіңіздер. Ендеше 1 қыркүйек білім күніне арналған салтанатты жиынымызды ашық деп жариялаймыз. Глава государства уделяет детям, потому что их благополучие – это надежный залог светлого будущего нашей страны, отметил он. Добро пожаловать на торжественный сбор, на первый звонок, посвященный Дню знаний, который в этом году совпал с годом защиты детей. Итак, мы объявляем наш торжественный сбор, посвященный 1 сентябрьскому Дню знаний, открытым. The edit. We'll come to the first bell gathering dedicated to the 1st of September Education Day, which this year coincided with the Year of Children's Protection. So, we announce our solemn gathering for the 1st of September Education Day open. Мектебіміздің мың бұралған бишілердің орындауында шаттық биін қабыл алыңыздар.
желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жанмен ту, жан емес маған керегі, көк тудың жер берегені. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы ресми түрде енгізілсін. Мектеп зіл тоқтар, назар ортаға. Назар туға. Салтанатты жиынға келген құрметті қонақтарымызбен таныстыра кетсек. Ақбұлым ауылдық округінің әкімі Бейсенов Ертос Елібайұлы. Жамбыл ауданы Асасу мекемесінің директоры Оразов Болысбек Аштайұлы. Құрметті ата-анамыз Таубаева Бақытгүл Қадырбердіқызы. Алғашқы қоңырау мерекесін салтанатты түрде ашу үшін алғашқы сөз кезегі мектеп гимназия директоры Сыздықова Гүлнар Құрманәліқызына беріледі. Құрметті ұстаздар, қымбатты оқушылар, қадірменді ата-аналар, бүгін сіздерді жарқында қуанышты біздің мереке білім күнімен шын жүректен құттықтаймын. Құрметті ұстаздар, қымбатты біздің оқушылар, сіздерді дәстүрлі білім күнімен жаңа оқу жылының басталу мерекесімен шын жүректен құттықтай отырып, сіздерге бүгінгі оқушы білім бәсекесіне төтеп бере алатын, санасы ашық халқымыздың рухани адамгершілік құндылықтарын бойына сіңірген, үш тілді еркін меңгерген тұлға бұл керектігін айтқым келеді. Осы мақсатқа жету жолында гимназия ұжымы қажырлы еңбек етуде. Оның дәлелі өткен оқу жылының қорытындылары. Таяуда өткен облыстық тамыз конференциясында мектебіміз облыс бойынша шебер педагогтар мектебі атанып марапатталды. Аудандық тамыз конференциясында да өткен оқу жылының қорытындысы бойынша арнайы марапатқа ие болдық. Бұл әрине ұлағатты ұстаздарымызбен және ата-аналар мен оқушылар сіздердің арқаларыңыз деп білемін. Биылғы оқу жылы да өзінің ерекшеліктерімен басталмақшы. Балалар, оқу жылы 1 қыркүйекте басталып, 31 мамырда аяқталатын болады. Және біздің мектебіміздегі жалпы бүкіл Қазақстан бойынша мектептер 5 күндік оқу аптасына көшкелі отыр. Жаңа оқу жылына Баймырза Беспаев атындағы мектеп гимназияның педагогикалық ұжымы толығымен дайын. Жаз бойы біздің мұғалімдер арнайы курстардан өтіп білімдерін көтерді. Құрметті қауым, бүгін тарыдай болып 1 сыныпқа оқушы атанып, мектеп табалдырығын аттауға 70-тен аса бүлдіршіндер келіп отыр. Аса қымбатты 1 сынып оқушылары,
Біз сендердің келгендеріңе өте қатты қуаныштымыз. Қане, бәріміз бірінші сынып оқушыларын ортаға шақырып, қошемет көрсетейік балалар. Бірінші А сыныбы сынып жетекшісі Құдайбергенова Аяулым Дүйсенханқызы. Бірінші Б сыныбы сынып жетекшісі Жиенбай Майданара Молдабайқызы. Бірінші Б сыныбы сынып жетекшісі Байбелек Фатилизат Ағаділқызы. Бірінші Г сыныбы сынып жетекшісі Түсебегі Қанат Сейділдақызы. Жаңа оқу жылы жемісті, мерейі үстем жыл болсын. Шәкірттеріміз өрісті, өлім қыз ұл болсын. Ендеше бағында өткен қоштасып, мектебіміздің табалдырығын алғаш аттағалы отырған бірінші сынып оқушыларымен алғашқы ұстаздарына қошеметтен қол соғып қояйық. Білім саласында болып жатқан жаһандандыру үрдісінде сіздердің қатысуларыңыз ерекше маңыздылыққа ие болып отыр. Оқушыларға сапалы білім, саналы тәрбие беруде сіздердің қолдауларыңыз, әрдайым назарларыңыз, оқу тәрбие үрдісіне қатысуларыңыз маңызы шарт. Мына білім бәсекесі заманында еңбегім балаларымыздың білім шыңына жетелесін. Ал құрметті ұстаздар, жас ұрпақты тәрбиелеу жолында қажырлы, өлшеусіз еңбектеріңіз әркез жемісті бола берсін. Шығармашылық игі бастамаларыңызға, педагогикалық ізденіске жаңа серпін, толағай табыстар тілеймін. Құрметті қауым, осы сәтті пайдалана отырып, біздің жаңа оқу жылымыздың, мектебіміздің жетістіктер қоржына ең бірінші қола медалі еніп отыр. Осы қола медалін кеше ғана республикалық жалпы білім беретін мектептердің білім алушылары арасында 23-ші республикалық абай оқуларының жүлдегері Тулекова Нұргүл оқушымыз марапатталады. Қошемет көрсетейік. Мереке құтты болсын балалар. Жақсы, ізгілігіңіз үшін рахмет. Келесі құттықтау сөз кезегі Ақбұлым ауылдық округінің әкімі Бейсенов Ердос Елебайұлын ортаға шақырамыз. Құрметті ұстаздар, қадірменді оқушылар, ата-аналар, бүгінгі келіп жеткен білім күнімен шын жүректен құттықтаймын. Елбасы Қасым-Жомарт Тоқаев биыл балалар жылының қарсаңында ауылымыздың экономикасын дамытуына осы ауылдық округтың тікелей басшылары өздеріңізге белгілі мынау саябағымыз, жол, асфальт төсемдері осы биыл тұспас білім саласына қарсаңында осы өздеріңіздің болашақтарыңызға, оқуларыңыздың тиімді, тиянақты болуына қарсы алып сіздерге арналып бәрі сіздердің арқыларыңыз беріліп жатыр. Сол себепті құрметті оқушылар, сабақтарыңызды жақсы оқып, осы ауылымыздың көркеюіне, жалпы экономикасын дамытуына бірден бір үлес қосатын осы құрметті оқушылар
қадірменді ұстаздар, мейрамдарыңыз құтты болсын, мейрамнан мейрамға жете берейік, жақсылық болсын. Жылы лебізіңіз үшін рахмет. Мектебіміздің кішкентай бүлдіршіндердің орындауында оқып білім үйренеміз әнін қабыл алыңыздар. Бүлдіршіндерімізге қошемет білдіріп отырыңыздар. Бүлдіршіндеріміздің өнері өрлей берсін деген тілек білдіргіміз келеді. Халқымыз ата-баба дәстүрі асыл мұра дегендей бала бауыр етім деп, баласы шіретіп дүниеге келгеннен бастап әрбір қадамына қуанып, шілдехана, бесік той, тұсаукесер, ашамайға отырғызу сияқты тойларын жасаған. Ал бүгінгі тойымыз бүлдіршіндеріміздің алдыға келіп бірінші сыныпқа қабылданып, алғашқы қабылдау мерекесіне қатысу сәті. Бұл той баланың балдайрын шағымен қоштасып, білімге талпынған қадамы. Құрметті халайық, олай болса, оқушыларымыздың тойын бастауға рұқсат етіңіздер. Ойын қоған жүген думан бұл кімдер, сылдыраған балаң тілмен естіледі бір үндер. Мамам айтқан ба? Мамам айтқан ба? Айтқан тыңдай бақан көп құраларын аламын. Онда мына машина неге тастамайсың? Сен әлі еш нәрсені түсінбейтін
кішкентайсың. Үлкен бала, ол жетіге толды. Машинаңды алайтын болды. Балалар, мектепке бармайсыңдар ма? Жүріңдер, кеттік. Жаңа оқу жылы құт болып, ізгілік оты жағылсын. Бөбек пен тілек жұп болып, алғашқы қоңырау қағылсын. Алғашқы қоңырауды күмбірлете соғу үшін ортаға мектебіміздің биыл түлеп шатын және мектеп табалдырығын алға жаттағалы отырған оқушыларымызды шақырамыз. 11-ші А сынып оқушысы, оқу үздігі, аудандық, облыстық, республикалық олимпиадалардың жеңімпазы Түлекова Нұргүл мен 1-ші А сынып оқушысы Өмірәлі Айбар және де 1-ші Г сынып оқушысы Мурадова София. Байымызда Беспаев мектебінің киімін қабылдаңыздар. Мектебім алтын ұям, асыл әнім, сусында білім менен тасығаным. Білімнің кені тек сен екенсің, өзіңмен бірге шәкіртім сені. Өзіңсің сен, құт мекенім, Беспаев мектебім. Гимназиям менің, сағынырдымыз біз сені. Гимназиям менің, беретін білімнің кені. Гимназиям менің, самғап ұшқан көгім менің. Тәрбие мен тәлім берген ұстазым айылым менің. Үмітімді ақтайм сенің. Мақтан етем мәңгілік мектебімді. Алға қадам басамын тек сенімді. Ғасырлардың төріне аттанған Беспаев мектебімен мақтанам. Алтын ұям, гимназиям, тек биікке самғап. Гимназиям менің, саған артамыз біз сені. Гимназиям менің, беретін білімнің кені. Гимназиям менің, самғап ұшқан көгім менің. Тәрбие мен тәлім берген ұстазым аяулым менің. Үмітіңді ақтайм сенің. Шашқан шуағым гүлі, бұлағым ұшқан көгім сен гимназиям. Бір сен тілегім арман, жүрегім мектебім сен, алтын ұям гимназиям менің.
Оқысаңыз балалар, шамнан жырақ жағы бар, тілегеннің алдынан іздемей-ақ табылар. Алғашқы қадамдарың құтты болсын, Алтын Ұя мектебіңді білімдерімен сусындап, жарқын болашаққа сеніммен қараңдар. Осымен 1 қыркүйек білім күніне арналған алғашқы қоңырау мерекесі өз мәресіне жетті. Салтанатты жиынымызды жабық деп жариялаймыз. Білім күні құтты болсын, еліміз аман, еліміздің беделі асқақ болсын. Жаңа оқу жылы баршаңызға құтты болсын. Алғашқы қоңырау мерекесі 2022-23 оқу жылының алғашқы сабағымен жалғасады. Ақ жол сіздерге, мектеп оқушылары. Поздравляем всех с новым учебным годом! Наш праздник продолжится первым уроком 2022-2023 учебного года. Доброго вам